Сырттағылардың барлығын шақырайық, ортаға дөңгеленіп тұрайық, Құданы қарсы алайық, балдарды қарсы алайық, тойдың мәнін сәнін келтіріп, ортаға келе қойыңыздар. Бүгінгі тойға жиналған тойшы қауым, осынау Қабда өңірінде Шархан әкеміздің шаңырағында, Нұржамал апамыздың, Шархан ағамыздың шаңырағында. Сондықтан тойдың төрінде барлықтарыңыздың бастарыңызды қосып, дүркіретіп той жасап атқан Шархан ағамызға, Нұржамал апамызға бір қол соғып қойыңыздар. Енді мен жаңа айтып жатырмын, Шархан ағамыздың шаңырағындағы той деп. Бір сөзбен айтқанда, кете, соның ішінде мынау Құлмановтардың әулетіндегі той. Әулеттің үлкендері бар осы жерде отырған. Осы қуаныштың куәсі болып отырған. Сол Құлмановтар әулетіне де бір қол соғып қояйық. Енді бұл ерекше той. Бұл тойдың ерекшелігі сол, бұл ұядан ұшыру тойы. Қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға соқтырмай, өсіріп өндірген шаңырақтың гүлі салтанат қызын ұзатып жатыр. Бұл Шархан ағамыз менің қасымда отыр міне. Балам екеу болып жатыр. Сол балам үлкендердің батасын алсын, ағайын туыстың алғысын алсын, барған жерде бақытты болсын, екі баланың жолы ақ болсын деп бастарыңызды қосып жатыр. Сондықтан бүгін екі балаға сүбелі сөз сөйлеп, ақ тілек ақ батамызды ақтаратын күн. Осы Шархан аға тойыңыз тағы да құтты болсын. Енді біз манадан бері ойладық, қалай бастасақ. Ойладық, екі бала теңін тауып қосылды. Балдардың арқасында осы әулеттің бүгіннен бастап болып жатқан алғашқы құдалары бар. Қазақ құдасын құдайындай сыйлаған. Бұл әулеттің құдалары тек қана осылар емес. Бұның алдында да қыз беріп қыз алып отырған құда жекжаттары бар. Бірақ бүгінгі тойымыздың төріндегі ең қадірлі құрметті қонақтарымыз жаңа құдалар бар осы жерде. Сол салтанат баламыздың барып атқан жері, сол елден келіп отқан азаматшалар бар. Сондықтан біз енді бірінші дастарханға отырмастан бұрын құдаларды шақырып алайық. Құда болдым дегенше, хан болдым десеңші деймін. Қайда құдалар? Қошеметтерге! Жаңа құдалар, бері қарай келіңіздер. Мен байқап отырып, жастарыңыз кіші болса да, әулеттің үлкендері отыр міне. Сіздер кел атыр деп тікесінен түк тұрып атыр. Өйткені неге? Сіздердің жолдарыңыз үлкен. Баламыздың барып атқан жері, салтанат барған жерінде тастай батып судай сынсын. Аяғы құтты болсын салтанаттың сіздерге барып атқан. Бұл әулет қыз ұзатып шаттанып атыр. Сіздер келін түсіріп мақтанып атсыздар. Қойшының таяғынан, келіннің аяғынан дейді. Мен жаңа сұрап атырмын. Табын елінен келген азаматтар екенсіздер. Міне кетелер мен табындар қыз алып, қыз беріп құда болып атыр. Сол барған жерде салтанат табындар елін өсіретін келін болсын деп қол соғайық құдаларға. Ағайынның қызығы алыс беріс, құдалықтың қызығы барыс келіс дейді. Құда болғанша хал жағдайын сұрас, құда болғаннан кейін қолда бармен сыйлас дейді. Осы кетелер мен табындар тек қолда бармен сыйласар, 1000 жылдық құдалыққа 100 жылдық күйеулік құласын деген келдім. Енді біздер жалпы осы Қабда өңірінде халыққа қызмет етіп, талай осы шаңырақта болған тойлардың қуанышына ортақтасып жүрген Гүлімжан деген вокалдық осы жерде, мынау халықтық вокал тобы бар, қыздары бар осы жерде қызмет етіп, талай ұядан ұшқан қыздарды ортаға келіп жүр. Бірақ енді біз ойладық, бірінші отырғызып алайық адамдарды. Өйткені тұрып тұратын болса, аяқ жақта көбісі қазір көре алмай қалады. Сондықтан дастарханға отырғызып алайық, содан кейін балдарды алып келсін. Осы жерде сол жаңа халықтық вокал тобы, осы жерде Гүлімжан деген қыздар бар, қарындастарымыз бар, солар алып келсін, Гүлімжан тобы. Ал енді жігіттер, мен сұрайып тұрғаным, қаяққа құдалар, оң жаққа енді одан кейін сол құдалардың қасына
әулеттің үлкендері, ауылдың үлкендері, әулеттің қыз алып қыз беріп отқан бұрынғы құдалары, солар жайғассын. Жаңа құдалардың қасына сол осы үлкендер жақын отырсын. Солар араласып отырсын, қазір түйістіріп алдыртып, әңгімелесіп, танысып, білісіп, жақын өтсін. Құлмановтар әулетінің үлкен азаматтары, ағалары, салтанаттың үлкен нағашылары, солар жақын отырсын. Ал, жақындап барыңыздар. Әрбіріңіздің аттарыңды тап, түстерін түстеп, орындарыңды көрсетіп атқан жоқ қос. Топтап жіберіп жатыр. Айтқан уақытта тұрмай қозғалыңыздар. Әулеттің бұрынғы құдалары, құдағайлары да қалып қоймасын. Ауыл үлкендері, ауыл ақсақалдары бар осы жерде, мен байқап отыр. Сосын әулеттің үлкендері бар, нағашының үлкендері бар. Бар ма, қозғалды ма? Содан кейін бұрынғы құдалар өтіп кетті. Мен енді осы жерде мына беттегі төргі столға осы шаңырақтың коллективтері, жолдастары, салтанаттың екінші папа, мамалары бірінші отырсын мына төргі столға. Енді құрметті ағайын, көңілімде тап. Осы жерде жаңа мен айттым, осы Гүлімжан халықтық вокал тобы қарындастарымыз, бір сөзбен айтқанда. Ендігі кезекте микрофонды мен сол қарындастарымызға беремін. Қол соғып қойыңыздар бұнеке. Өзге жаннан іздеген, үйімдегі мейман екен қыз деген, туған ел қиып тастап кетеді. Жүремін деп анам жүрген ізбенен. Ана жолы, ата жолы бастана, қыз келінін күтіп тұрар басқа жақ. Алақанын жастық еткен атана, қаперімде болып қалар жаттая. Гүл дәуренім, қыз дәуренім есіме түсіп кетті білем. Құдайым-ау, мен не істеп тұрмын? Күйеу жігіттің келетін уақыт таяп қалды ғой. Қыздар-ау, қызымызды әзірлеңдер, қызымызды әкеліңдер. Қайда қызымыз? Неғып байқамай қалғанбыз, бой жетіп қапсың ау қалқан. Той қылған қыз, тойдырған қыз, тойына 9 бие сойдырған қыз, атын ерттеп, түйесін қомдап қойып, бір жаққа жүрейін деп, ой қылған қыз. Ал енді ертеменен тұрарсың, ақ түндікті ашарсың, атанаңның алдында иіліп сәлем саларсың. Ақ шәйнекті қолға алып, ақ білекті сыбанып, жанған отқа қоярсың. Ата-енеңнің алдында иіліп сәлем саларсың, жұбайыңды құрметтеп, оның да көңілін табарсың. Қыздар-ау, күйеу жігітіміз келе жатыр. Асығыңдар, алдынан қарсы алыңыздар. Күйеу жігітіміз келе жатыр. Кәнеки, күйеу жігітімді қарсы алыңыздар. Шашу! Жан жүрегі елікті. Көрісімен 2 жас уәделерін беріпті. Көрген жандар ерікті. Уәдеге беріпті. Өзіміздің Ақтөбеден, Тағы Нұрыңнан күйеу жігітіміз келіпті. Қарсы алыңдар. Ал құдалар құтты болсын қадамдарың. Бар шығар қалап келген адамдарың. Саламыз алақанға үлпілдетіп, жарасса, 2 жақтан талаптарын. Қош келдіңіздер құдалар. Ал енді қазақтың ежелден ішімізмен жалғасып келе жатқан әдемі дәстүрлерінің бірі қыз көрсету дәстүрі.
Кел айым, тілекші өзім болайын, сапарыңа бақ тілеп, алдыңда тұр ағайын. От анасы жарылқан, ұлы бала өзіңсің, өсіп, өніп өркендеп, жапырағы жайылсын, от анасы жарылқан. Ал кеу жігіт, қайын жұртыңа аттаған алғаш қадамың құтты болсын, бер таман жақында. Осындай қыз ұзату тойында қыз жеңгелері қол ұстата рәсім көрсеткен. Ал күйеу жігіт қол ұстатар кәдесі болмай, қыздың қолы бұйырмайды. Бәрекелді. Беремін. Тірегі қалың болып босағаның, тірегі мықты болсын босағаның, қосылған, отау, қосылған екі жас шаңырақтарың бек болып, қосылған қосағаларын қосағарсын. Құтты болсын, жолдарың ақ болсын. Ал енді жастарға өзінің ақ босағасына шығарып саламыз, жастарды. Ақ жол сіздерге. Шымыла, қошемет! Бүгінгі той жасап атқан Құлмановтар әулеті Аллаға азанымен, ағайынға қазанымен жаққан шаңырақ. Мен жаңа осы айтып өттім, бұл шаңырақ қыз ұзатып атыр. Құдалар, жаңа құдалар келіп түсіріп атыр. Қос қуаныш. Екі жақта, екі бірдей қуаныш. Келгенбіз осы тойды мақтасуға. Құтты қонақ келсе қой егіз тау. Айын туат дейді ғой отбасында. Болсыншы дейтін дәулеті, үйінің артсын сәулеті. Тойларын тойға ұлассын. Құлмановтар әулеті деп қол соқтырайын ағайындар. Енді жаңа мен осы қасымда тұрған той иелері Шерхан ағамыз, Нұржамал апамыз, Шархан ағамыз, Нұржамал апамыз менің қасымда, бірақ бұл кісілер айтып жатыр. Тойды біз бастамай-ақ қойайық. Біз соңынан ағайын туысқа, жора жолдасқа, құдаларға рахметімізді айтармыз. Бірақ бізден де үлкендері бар әулетімізде. Сол үлкендер бастасын. Тойымызды үлкен аналарымыз, аталарымыз ашып берсін деп жатыр. Осы Құлмановтар әулетінің үлкендерін мен ортаға шақырайын деп тұрмын. Тілектерін бастап білдірсін, бірақ ет дайын болып жатыр. Ет дайын болып жатыр. Бас, қойдың басы, ол құдаларға. Ас келатқанда қол соғыңыздар. Сол басты, сол құдалардың столына қарай жіберді. Ерекше қошеметпен қарсы алдық. Бұл қой тірі кезінде бұндай құрмет көрмеген шығар. Аллаға шүкір, қуанышқа арнайы сойылып жатқан, беріліп жатқан, тартып жатқан ас. Астан алып отырыңыздар. Қазір осы жерде тойымыздың алғашқы тілегі Зейнел, Назым апамыз, Әмір, Нағриба, Ынжыл, Күнсұлу, Ақсаман, Зейнеп, Мәрия, Қазима, Сайлау Сапура, Мәрия, Батырбек Мәрия, әулеттің үлкендері, қол соғайық ортаға шақырайық.
Енді құрметті жиенім, шақырған мынау бүгінгі өздеріңіздің еңбектермен өсірген қызыңыз бүгінгі міне бой жетіп басындағы ақ батнегі шешіп тұрмысқа болып отыр. Тойларыңыз құтты болсын. Мінекей осындай дәрежеге жетіп мына үлкендерді шақырып, арамызда құда-құдағайлар шақырып, құдалармен танысып, мінекей кей баламен жиеншарды төрге отырғызып қалғандарға мен өте мықты қуаныштымын. Ал енді біріншіден құрметті құдалар, мынау төрден алған орындарыңыз құтты болсын. Мінекей сол орындарыңыз ешқашан суымасын, төрден орындарыңыз бола берсін. Мынау енді осы әулеттің үлкендері айтайын дегенім, енді біздің жиеніміздің нағашы әжесі аяқта жатып бір аунап тұрып отқан шығар. Өзінің атасы да осы өзінің орын тапқан жеріне өте мықты қуанып, тоже бір аунап отқан шығар. Енді балдарым, тойларым құтты болсын. Ал енді құрметті тойшы қауым, мына бүгінгі жасаған тойлар құтты болсын бәріне. Ал Шарқан Нұржамал бүгін ақшыңды шығарғансың. Қатарын тауып салтанат бүгін келіп жатыр бізге. Ал құдалар төрден алған негіз құтты болсын қадамыңыз. Енді мына біздің салтанатты алып жатсыңыз бүгін құда болып. Сізге мәңгілік болсын салтанат. Нұрлан бізге мәңгілік күйеуға болсын. Осы той қауымға бәріне де денсаулық тілеймін. Деніңіз сау болып, осы тек барғаның той болсын. Ал сал ал Нұржамал, балдарыңа бақыт тілеймін. Қайда жүрсіздер бақытты болсын. Мына сіздер шаққан екен, мына 20-30 жылдай тұрып жатсыңыз, соғысып, балдарыңда бақытты болып. Бақытты адам өзіне өзі жасайды. Ешкімде саған бақыт жасап бере алмайды балам. Тек екеуіңіз біріңізді біріңіз қол ұстап, айтқанын тыңдап, күліп ойнап жүрсеңіз, одан артық мына келеміз. Қасындағы бапаларыңа, мамаларыңа жамандық келтірмей, тек жақсылық айтып. Ал Нұржамалымды тек Шарқан екеуіңізді жақсылық. Ой, рахмет, жалғастырайық үлкендер. Ары қарай жалғастырайық еңбегімізді. Құрметті тойшыған, құрметті ағайын-тумалар, құда-құдағайлар, бүгінгі мына Нұржамал мен Шарқанның тойы құтты болсын деген ұзағынан болсын. Мына біздің балдарымыздың баға ашылсын деген. Бүгін тігіп жатқан шаңырақтары биік болып, іші әрқашанда тек босағасы берік болып, іші әрқашанда тек баланың күлкісі болсын деген. Құдалар, бүгінгі сіздің қадымдарыңыз құтты болсын, төрде отырған орныңыз да құтты болсын деген. Осындай әрқашанда орынға ие болып жүре беріңіз деген. Бәрімізге тілейтінім тек жақсылық, амандық. Әрқашанда әрқайсыңыздың семьяңызда осындай жақсылық той бола берсін. Ой, рахмет. Жалғастырайық. Ал енді тойшауым, тойларымыз құтты болсын. Шарқан Нұржамал мына салтанатты енді ұясынан ұшырып жатыр екенсің. Барған жерінде баянды болсын. Енді мына күйеу бала
біздерге әдемі күйеу бала болып, біздің салтанатымыз ояққа жақсы келін болып, аман болсын. Ана құдалар сіздерге білесіңдер ғой, қазір барам. Енді аманшылық осы, барлығыңызға да той бола берсін, үйлеріңіз, шаршағандарыңыз той болсын, қуаныш болсын. Шахан Нұржамал, енді үлкен той жасағатсын, мына 2 жас бақытты болсын, қызымыз енді тастайсың судай батсын деген сияқты. Құдаларың 1000 жыл құда болсын, 100 жылдық той болсын, әрқашанда сендерде осылай той болсын. Басқалар микрофонды бас. Нұрлан, Салтанат, сізге арнап бір жақсы өлең айтайын деп тұрмын. Бұл баяғы менің әке-шешелерім айтқан өлең бұл. Баяғы советтік уақытындағы, соған сізге арнап айтайын деп тұрмын. Менің жасымды берсін, бейнетімді бермесін. Мен кемпір болып немере шөбереге жеттім.